Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі каналы. Бүгінгі видеомда ерекше дәмді, тез пісетін жұмыртқа бөрек рецептісімен бөлісетін боламын. Керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Қамыры кәдімгі бешбармақтың қамырындай етіп илейміз, қаттырақ етіп. Алдын ала таза табамызға 300 грамм ұнымызды салып, бір дана жұмыртқамызды саламыз. Содан соң тұз араласқан суымызды құйып, қамырды қаттырақ етіп илеп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын, бетіне салафан пакетпен жауып 10 минутқа тыныштыққа қоямыз. Ендеше қамырымыз 10 минутта тыныштықта тұрғанда салмамызды дайындайық. 5 дана жұмыртқа, сары май, сүт және татымына қарай тұз қажет. Тұзымызды себеміз. 5 ас қасық сүтімізді, 5 ас қасық еріген сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсы араласқан салмамыз дайын, ендеше қамырымызға кірісейік. Осылайша қамырымызды оқтаумен жақсылап жайып, үлкен жайма етеміз. Қалыңдығы бешбармақтың қамырындай болса жеткілікті, қатты жұқа да, қатты қалың да емес. Мінекей видеода көргендеріңіздей болса болды. Жайылған дайын қамырымызды арнайы дөңгелек формамен кескішпен кесіп шығамыз. Сіз стакан немесе кесе пайдалана беруіңізге болады. Қамырымыз біткенше осылайша дөңгелек формаларды бере береміз. Мінекей дөңгелек формала бірнеше қамырымыз шығады. Сіздерге бүгу әдісін үйретейін. Екі жағынан бүгіп, ортаңғы жағын ашық қалдырасыз, себебі ол жерінен салмасын салатын боласыз. Ендеше кірісейік достар. Қамырымызға салмасын құйып, аузын бекітеміз. Алдын ала тұзы және 1 ас қасық сұйық май құйылған қайнаған суымызға барлық бөректерімізді салып 15 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, орташа отта осылайша жұмыртқа бөрегіңізді пісіріп аласыз. Мінекей піскен соң арнайы сүзгішпен сүзіп тарелкаға салып алыңыз. Мінекей достар, дайын болған піскен жұмыртқа бөрегімізді әдемі тарелкамызға салып, үстіне сары маймен немесе қаймақпен беруіңізге болады. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Әрі тойымды, тез және дәмді. Баршамызға ас болсын!